Assalamualaikum. Екі YouTube kanалының тұрақты көрермендері. Бүгін каналдың ішінен бір бұқаны мынаның арасына кеп кіргіздік. Жатырқап жатыр бұл жерде. Мына бұқалармен сүзсем деп сөйтіп тұрған жерде сыйыспай кеттік. Кішкене асты езіліп, мынау адамды да сүзем дейді. Жетектеп әкеп байлап қойдық. Бұлардың байланғанына 1,5 айдан асты, 2 айға жуықтап қалды. Ананың ішінде орын кішкене тар болып кетті. Сол үшін осының арасына кеп кіргіздік. Жатырқап тұр. Сүзіп тұр аналармен. Бүгін орын ауысқанға кішкене жатырқап тұр. Негізі тақтайдың бір қиындық жері болады екен. Асты аз көлденең болғаннан кейін біраз тайғақ болып кетеді екен негізі. Енді цемент болса қолыңыз одан бет алып таймайды. Негізі сәл суық кемесе цемент дұрыс сияқты. Мынада аяқтары сырғанап тоқтамайды екен. Каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Бұқа бордақылау туралы тәжірибелермен бөлісеміз сіздермен. Болашақта 1-3 айдан кейін осы бұқалардың нәтижесін көресіздер. Қалай болатынын сіздермен бірге жариялап отыратын боламыз. Ай сайын видео түсіріп салып отырамын. Каналымыздан алыстамаңыздар. Мына бұрышта тұрған кішкене асты ойылып, сосын қан жаққа көшірдік. Бұларды енді бір 15 күннен кейін солардың қасына барлығы көшеді. Мына қорадан босатамыз. Ой, ол асты сырғанақ болып тұр. Енді сіздерге айта кететін бір жағдай. Қораңыз жылы болған дұрыс. Егерде міне екеуін көріп тұрсаңыздар, мынау жылы қорада тұрған, түлеп алған. Мынау кішкене салқынырақ қорада тұрған. Бұлар әлі жүні түлемеген. Сол үшін қора жылы болу керек.